Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Осы каналда мен зейнетақы бойынша жаңалықтармен бөлісіп отырамын. Осы видеода мен сіздерге 2022 жылғы зейнетақы мөлшері қалай есептелінеді, сонымен таныстырып кетейін. Бізде Қазақстанда зейнетақының 3 түрі бар. Ынтымақты зейнетақы бірінші тұрған, екіншісі базалық зейнетақы, үшіншісі НПФ-тан берілетін зейнетақы болып 3-ке бөлінеді. Ынтымақты зейнетақы дегеніміз ол 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі, оқыған оқу, әскери қызмет және туылған балдардың жылдары кіреді. Осының барлығы айлармен есептелініп, сіздің 36 айлық табысының көбейтіндісіне тең болатын зейнетақы түрі болып табылады. Келесі зейнетақының түрі базалық зейнетақы. Базалық зейнетақы жылдармен есептелінеді. Жаңағы ынтымақты зейнетақыдағы сіздің еңбек өтіліңізге қазақстандық 98 жылдан кейінгі еңбек өтіліңіз қосылып, сізге стаж береді. Яғни пайызбен. Ең жоғары пайыз 100%, яғни 33 жылдан жоғары болса. Базалық зейнетақы дегеніміз ол госбюджеттен беріледі, және бұл базалық зейнетақы жылдармен есептеледі. Яғни ынтымақты зейнетақыдағы сіздің айларыңыз және 98 жылдан кейінгі зейнетақы аударымдарын есептеу арқылы сіздің қазақстандық стажыңыз шығады. Яғни максималды суммасы 100%-ді құрайды. 100% дегеніміз 33 жыл және одан көп стаж болған кісілер алатын сумма. Ал ең минималды көрсеткіші 0 жылдан 10 жыл аралығында ол 54%-ді құрайды. Яғни ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%, яғни 20.190 теңгені құрайды. 20.190 теңгені кез келген еңбек өтілі жоқ кісі де алады. Егер еңбек өтіліңіз болған жағдайда 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 10 жыл осы суммадан бастап есептелінеді. Яғни 20.190 теңгеден басталады да. Оған сіздің жаңағы еңбек өтілдеріңіз қосылып, 36 айлық табысыңыз қосылып, бұл сумма көтеріледі. Келесі зейнетақы түрі НПФ-тан берілетін төлемдер болып есептелінеді. 2022 жыл үшін бұл 26.172 теңгені құрайды. Бұл дегеніміз сіздің НПФ-тағы жинақталған суммаңызды сізге бөліп төленетін пенсия болып табылады. Яғни ол жақтағы сумма біткенше дейін. Сонымен базалық ынтымақты зейнетақы госбюджеттен беріледі. Ал НПФ-тан төлеген төлемдер сіздің жинақталған суммаңыз біткенше үшін төленетін пенсия болып табылады. Және бұның 50%-ын қолдануға мүмкіндігіңіз бар. Немесе жетпеген жағдайда бір реттік төлем ретінде береді. Келесі кестеде біз еңбек өтілін есептейміз. Яғни еңбек өтілін біз 98 жылдың 1 қаңтарына дейінгі аралықты тек еңбек кітапшасы арқылы есептейміз. Ал 98-ден кейінгі аралықты біз зейнетақы аударымдары арқылы есептейміз. Зейнетақы аударымдарын біз егов сайтынан алып, яғни 98 жылдан бастап айлардың барлығын қосу арқылы оны 12-ге бөліп, сонда бізде қазақстандық еңбек өтілі шығады. Келесі кестеде 36 айлық табысыңызды есептейміз. Ол үшін егов сайтынан біз анықтама аламыз, яғни зейнетақы аударымдары туралы. Сол кестеде кез келген қатарынан тұрған 3 жылды аламыз, яғни зейнетақы аударымдары жақсы болған, сіздің табысыңыз жақсы болған периодты таңдау арқылы сол суммалардың барлығын қосып, сіздің табысыңыз есептейміз. Енді 2022 жыл үшін максималды табыс ретінде 5.226.080 теңгені құрайды. Осының 10%-ы сіздің зейнетақы аударымдарыңызда болған жағдайда сізде солидарный пенсияңыз максималды суммаға жетеді. Себебі солидарный пенсия ол сіздің 36 айлық табысыңыз және
98 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтіліңіздің көбейтіндісіне тең болатын зейнетақы болып табылады. Келесі кестеде біз НПФ-тан берілетін төлемдерді есептейміз. НПФ-тан берілетін төлемдер туралы ақпаратты егов сайтынан аламыз, және онда былай тұрады: сумма пенсионных накоплений по выписке из НПФ с инвестиционным доходом деген көрсеткіш болады. Сол сумманы мына жерге жазамыз. Сол сумманы жазған кезде бізге НПФ-тан берілетін төлемдерді, яғни 26.172 теңгеден қанша жыл көлемінде беріледі туралы ақпарат тұрады. Немесе ол сумма 576.384 теңгеден кем болған жағдайда, ол сумманы сізге зейнетке шыққаннан кейін бірден қолыңызға береді. Ал егер бұл суммадан көп болған жағдайда 26.172 теңгеден бөліп алатын боласыз. Яғни мынау НПФ-тағы біткен сумма біткенге дейін. Немесе сол сумманың 50%-ын қолдануға мүмкіндігіңіз бар. Назарларыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Сау болыңыздар.